Сәлем, қалайсыздар? Мен бүгін өзімнің бақшамнан шыққан баклажандардан түйшен езік жасайтын боламын. Баклажандарымызды жуып, тазалап, осылай ұзынша кесіп аламыз. Бір ыдысқа салып, 2 қасық шай қасықпен тұз салып, су құйып, тұзын араластырып, үстін бастыңқырап қойдым. Егер өйстіп қойсаңыздар, баклажанның бойындағы ащылығы кетеді. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына өйстіп помидорларымызды кубик қылып турап аламыз. Бір ыдысқа салып, екінші кезекте аскөк. Өз бақшамда өсіп шыққан петрушканы алдым. Майдалап турап, оны помидорға қосамыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін соусымызды аламыз. Майонезге осылай 2 зубчик чеснокты давкадан өткізіп алып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Баклажандарымызды алып, бумажный полотенценің үстіне қойып, екінші бумажный полотенцемен осылай үстін сүртіп кептіреміз. Содан соң жұмыртқаның кляріне екі жағын батырып, одан кейін панировочный сухариге батырып, тапамызға сұйық майды құйып, осылай қуырып аламыз жақсылап. Екі жағында жақсылап қуырып аламыз. Баклажандарымыздың түсі сондай әдемі золотистый сары болып шықты. Қуырылған баклажандарымызды осындай бумажный салфетканың үстіне қоямыз. Сол кезде баклажандағы артық май осы бумажный сүлгіге сорғитын болады. Ал енді қуырған әрбір баклажанымызға өйстіп соусымызды жағып, салмамызды салып, осылай жақсылап, әдемілеп, роллы жасап орайтын боламыз. Осылай жасалған түйшен езікті отбасыңмен жеуге, және де үйге қонақ келген кезде осылай баклажаннан түйшен езігімізді жасап алып, холодный закускалардың қасына қойсақ болады. Дастарханымызға, холодныйлардың қасына керемет бір өзінің сәнін беріп тұратын болады, әдемі көрініп. Міне өйстіп барлық роллымызды жасап аламыз. Барлықтарыңыз өйстіп баклажаннан жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар, қонақтарыңызға қойыңыздар, ас болсын. Сіздермен бірге болған балауса, бізбен бірге дайындаңыздар.